Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Арнама қош келіпсіздер. Біз бүгін ши бауырсақ дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен 200 грамм ашытылған сүт, 1 бокал қайнаған су, сосын ашытқы керек болады. Және тұз саламыз. Қанша грамм қосу керегін төменде описание бөліміне жазып кететін боламын. Осылай жақсылап араластырып алып 5 минутқа бетін жауып қойсаңыздар болады. Содан соң електен өткізген ұнды салып, жақсылап осылай илеп аламыз. Жан-жағында қалдырмай, иі қанғанша илеген жақсы. Міне менде осылай болды. Жарты 1 сағат көлемінде ашып шықты. Осылай ісіп шықты. Оған сұйық май қосып жайып алдым. Сіздер оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар болады. Немесе осылай қолдарыңызбен жайсаңыздар да болады. Менде үйде насадка жоқ болған соң осылай кішкентай агушаның банкасымен кесіп алдым. Кесіп алған бауырсақтарымыздың бәрін бір ыдысқа дайындап, салып алып, қызып тұрған майға алып барып пісіреміз. Міне осылай 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Сіздерге ас болсын. Сау болыңыздар.